Сәлем достар, бүгін сіздерге котлеттің рецептін ұсынбақпын. Дәмді, нәрлі котлеттерімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 килограмм фарш, 4 пияз, 2 жұмыртқа, 300 граммдай нан қажет болады. Қалауыңызға қарай тұз, бұрыш қоссаңыз болады. Алдымен фаршымызға пиязымызды ет тартқыштан өткізіп қосатын боламыз. Одан кейін нанымызды да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Дайын болған массамызға 2 жұмыртқамызды, тұзды және бұрышымызды қосатын боламыз. Менде приправа перец чесноком деген приправаны қолданамын. Енді массамызды жақсылап араластырамыз. Котлеттерді жасаған кезде қолымыз бүлінбеу үшін, таза болу үшін, фаршымыз қолымызға жабыспас үшін қолымызды сулап алғанымыз дұрыс болады. Котлетімізді формаға келтіріп жасаймыз. Дайын болған котлеттеріміздің барлығын арнайы майланған орнымызға қоя береміз. Не осындай әдемі, керемет томпақ котлеттеріміз жасалуда. Белсенділік танытып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Түсінбегендеріңізді комментарийда сұрауға болады. Дайын болған котлеттерімізді қызып тұрған майымызда қуыратын боламыз. Менде осы ингредиенттермен 29-30-дай котлет шықты. Бізде отбасымыз үлкен, сол үшін осылай көбірек жасаған дұрыс болады. Бір жағы дайын 10 минуттай қуырғаннан кейін екінші жағына аударатын боламыз. Дайын болған котлеттерімізді осылай арнайы кастрөлде бұқтырып алсақ.